Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сырные шарики дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқаның ақуызы, сыр, ұн және панировочный сухари қажет. Алдымен жұмыртқамыздың ақуызын ажыратып аламыз. Ақуызды салған ыдысымыз міндетті түрде құп-құрғақ болуы қажет. Содан кейін миксермен немесе венчикпен әбден қоюланғанша араластырамыз. Мінекей осындай қою болу керек. Осылай ыдысымызды төңкеріп көреміз. Сол кезде ағып кетпеуі керек. Ақуыздың үстіне ұнымызды, теркіден өткізілген сырымызды қосып, қасықпен араластырып, дайындап аламыз. Содан кейін массамызды осылай қолымызбен домалатып алып, оларды панировочный сухариге салып, аунатып аламыз. Барлық массаны осылай дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған майда осылай қуырып аламыз. 2-3 минут шамасында қуырылады. Түсі сарғайғаннан кейін ала беруіңізге болады. Мінекей сырные шарики дайын болды. Өте тез дайындалады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Толқынай.